Енді Қытай Түркке айтты: сен ұйғырды қолдасаң, мен күртті қолдаймын деді. Сен ұйғырды қолдап халықаралық мінберде біздің ұйғыр қардаштарымызға қысым жасама, геноцид жасама десең, мен ана жақтан күртке соншама қару беремін деді. Және берді де. Тіпті Қытайдың көсе әскерлеріне жасанды сақалды жапсырып, Қытайлар көзі сығырайып, сықсырайып тұрып, өтіріктен күрт болып соғысқа қатысты. Енді осыдан барып Түркияның алдында таңдау тұрды. Қандай таңдау? Түркия Қытай сияқты, Қытайдың күрттерге қарумен көмек берген сияқты, ұйғырларға қарумен көмек бере ала ма? Бере алмайды. Неге? Ұйғыр құрлықтың ішінде. Мына жағы Ауғанстан, мына жағы Пакистан, Кашмир, Үндістан тұр. Еш қайсы түріктің одақ ел емес. Ұйғырлар теңізге тіреле ма? Жоқ, теңіз тірегі жоқ. Мына жағы Қырғызстан, мына жағы Тәжікстан, Ташқорғанмен шегендер. Мына жағы Қырғызстан, мына жағы Қазақстан. Ұйғырдың жеріне шектесетін елдің бәрі кімдер? Қытаймен одақ. Қытайдың құлы былайша айтқанда. Қазақта Қытайдың құлы, Тәжікте Қытайдың құлы, Қырғызда Қытайдың құлы, қазіргі ауғандарда сақалы биттеп кеткен Қытайдың құлы, Пакистан ол Қытайдың екі бастан кесік құлақ таңбалы құлы. Енді қалай? Түркия, сен күртке қару берсең, мен ұйғырға қару берем деп, ұйғырға қару апарып бере алмайды. Ұйғырдың теңізге тірелетін порты жоқ. Айналасының бәрін Қытай алып қойған. Ұйғырлар еш көмексіз қалды. Неге? Ұйғырдың айналасында шектесетін жердің бәрін Қытай алып алды. Қазағыңды да Қытай сатып алды, қырғызыңды да Қытай сатып алды, тәжігіңді де сатып алды, ауғаныңды да сатып алды, пәкістаныңды да сатып алды. Ұйғырға енді көктен ұшқан құс, жерден өрмелеген тышқан кіре алмайды ұйғырдың жеріне. Түрк те кіре алмайды. Енді қайтеді? Қалқарада ұйғырларды қолдаймын деп Ердоған айғайлағанмен пайда жоқ. Ердоған тек ауыз көмек береді, аузымен көмек береді. Одан басқа көмек бере алмайды. Ал Қытай күртке аузымен көмек бермейді, ол қару береді. Ал ол қару түрікке қарсы оқ болып атылады. Енді Ердоған ойланды, жоқ болды. Оған өзінің тағы керек. Оған өзінің мемлекеті керек. Енді сол Қытайға барды да Ердоған тізелеп тұрып, сен күртті қолдама, мен ұйғырды қолдамайын деді. Қытай окей де, қуанып кетті, түлкі Қытай. Окей деді. Онда сен менің қарыз аласың деді. Ердоған әрине ол ақша керек еді. Сон Стамбулдағы бір көпірге 3 миллиард доллар, ана жерде бір көпірге 1 миллиард доллар. Енді Қытайдың бүкіл зауыты түрікке кірді. Ердоған ойланды. Ай далада ұйғырға көмектесіп, ата жау күртке қару бергізгенше, мынау Қытай не деген жақсы. Күртке қару берме десем бермейді екен. Өзіме ақша береді екен. Міне, Ердоған есептеді. Қытай мә деп 1 миллиард бере салады. 1 миллиард доллар Ердоған табу үшін есептеді ғой бүйтіп. Қанша донор сатсам 1 миллиард табам, қанша шаурма сатсам 1 миллиард доллар табам деп есептеп, шаша қарып кетті де шалдың. Ай болды, ұйғырды қой, көмектеспеймін деп. Сол Қытайдың долларын алды кеп. Енді қазір Түркияны Қытай басып қалды. Түркияны Қытай басып қалды қазір. Түркия, тәуелсіз Түркия, кезінде Осман Түркі империясын құрған Түркия, ата-бабамыз, ортақ ата-бабамыз көк түрік заманында Қытайлардың тізесін дірілдеткен Түркия, түркі халықтарының ішіндегі ең күшті мемлекетті құрған Түркия, Қытаймен ортақ шекарасы болмай тұрып, ай далада жатып Қытайға барып, өзі барып тізелеп,
маңдаймен жерге сәжде жасап, Қытайға құл болды. Міне, шындық осы. 2018 жылы Түркия мен Сауди Арабияның Қытайшыл саясаты туралы сөйлеген лекциямда мен бұны айтқанмын. 2018 жылы. Саудияң да Қытай құл, Түркияң да Қытай құл. Міне, аға бауырлық деген жоқ. Аға бауырлық. Бұл жерде билеуші таптың, тіпті билеуші диктатор бір тұлғаның жеке бастық амбициясы тұр. Ердоғанның жеке бастық саяси мақсаты тұр. Сондықтан қазақтар Ердоғанның ана керемет қырағатпен оқыған Құранын естіп балқып кетпеңіздер. Ердоған кәдімгі сатымсақ сат. Ердоғанға кім ақша берсе болды, сол маңызды. Ердоғанды пантүргізімші екен, Ердоған түркшіл екен, Ердоған қазақты қолдайды екен деген тәтті қиялдарыңды ұмытыңдар, қалталарыңа сап қойыңдар. Ердоған қазаққа көмектеспейді. Ердоған қазаққа көмектессе, қаңтарда қанды қасап қырғын жасағанда қазақтарды қорғап бір ауыз сөз айтқан болар еді. Үнсіз қалды. Әңгіме қайда жатыр қазақтар? 1 минут күтесіздер ма? Мен бір кесе шай алып келейін. Эфирді үзбеймін. Күтем десеңіздер, шай алып кеп жалғасты ішем, тамағым құрғап кетті. 1,5 сағат сөйледім ба? Күтесіздер ма, күтпейсіздер ма? Күтпейм десеңіздер, онда демала беріңіздер. Күтсеңіздер, 1 минут күтіңіздер, мен бір кесе шай алып келейін. Жақсы, сосын сөйлеймін тағы. Ассалаумағалейкум қалың елім қазағым, алдарыңызда Серікжан Біләшұлы қайтадан келдік. Баяғыда аталарымыздан қалған дәстүр ғой. Қайтып келгенде топқа қайта сәлем беретін аталарымыз. Ал бұл жерде Ердоған мәселесі мен түрік мәселесін бөле қарайық. Жалпы түрік халқы бөлек, Ердоған бөлек. Мемлекет бөлек, ұлт бөлек, білесіздер. Назарбаев Тоқаевтың қазақ халқын улаған саясатында мынандай бір ұғымды қазақ халқына тікелей және бейресми сіңдіріп отырды. Ол қалай? Мына мемлекеттің билеуші табы кетсе дейді да, содан мына қазақтың егемендігі құрайды дейді. Қазір Қытай коммунистері не дейді? Қытай компартиясы болмаса жаңа Қытай болмайды дейді. Жаңа Қытай деген мына Қытай коммунистері құрған Қытайды айтады. Тоқаев өзі сол ескі тонын теріс аударып киіп ап, ана қанған білегін сүртіп тастап, жаңа Қазақстан құрам дейді. Жаңа Қазақстанды кім құрып отыр? Қанішер ескі Тоқай, ескі Назарбайдың командасы. Сол өңкөй жаңағы сәбет сасыған, орыс сасыған, жаңағы өңкөй шал шауқан қалдыр құлдыр өңкөй ескі тулақ сүйреткен, міне сол сұмырайлар құрып отыр, суайттар құрып отыр. Енді қара. Тура сол сияқты Назарбаевта, егер жаңағы Назарбаевтың үгітшілері де қайтты, сендірді. Назарбаев Тоқаевтық жүйеге сендірді. Олар құлап кетсе Қазақстан құрайды. Жоқ, аспан алақандай жер тебінгідей кезде қазақ халқы бар. Және бұл қазақ халқы орыстың, қызылбастың, Қытайдың ортасында мемлекет құрып отырған бұл халық қияметке дейін барады. Қазақ халқы қияметке дейін жалғасады, жойылмайды. Жойылатын халықтың санатында емес қазақ халқы. Қазақ халқын Құдай жаратқанда осы Қытайға төтеп беретін бір халық осы қазақ деп, бізді Қытайды мына Орта Азиядан асырмайтын қылып шегендеп кеткен Құдайдың өзі. Мына орыс жауыздар, зұлымдарды Орта Азиядан тосатын деп бізді шегендеп кетті.
Қазақтар орыспен 2 ғасыр соғысқанда, Орта Азияның басқа халықтары самсасын пісіріп, палауын пісіріп жүрді. Олардың палауы неге дәмді? Себебі қазақ орыстың 5000 әскерін өлтірем ба, 6000 әскерін өлтірем ба деп жүргенде, олар бір қазан палауға 5 сәбіз қосам ба, 6 сәбіз қосам ба деп соны зерттеп жүрді олардың еркектері. Ал біздің еркектеріміз орыспен 2 ғасыр соғысты.